Сәлеметсіңдер ме балалар? Гүлмира аба қызы. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін сендермен топшамен жұмысымызды бастаймыз. Қазір жұмысты бастамас бұрын тыныс алып, дауысты дыбыстар жолымен жұмыс істеп алайық. Кәнекей, алақандарыңды маған қаратып ашыңдаршы. Қаттырақ айтамыз. Одан да қатты айтамыз. Ақыр айтамыз. Сыбырлап айтамыз. Енді олар дауысты дыбыстардың әріптерін ауырда салайық. Кәнекей, аяқтың ұшына көтеріліп. Молодцы. Енді тағы тыңдап. Ішімізді ауаға толтырып алайықшы, дауысты дыбыстарды әндетіп айтайық кәнекей. Толтырамыз, ішіміз үлкен болады кәнекей. Жарайсыздар балалар. Енді бірдеңе. Жарайсыңдар. Ал отыра қойыңдар. Отырыңдар. Енді балалар, біз сендермен бүгінгі сабағымызда кәнекей қолдарымызды тізеге қояйықшы. Әдемі, анық, қатты сөйлеуге үйренеміз, иә? Кәнекей, әдемі сөйлеу үшін біз сендермен тілімізге жаттығулар жасап алайық. Кәне, Санжарик әдемі отыра қой. Бірінші жаттығу су сиыр. Қатты ашамыз. Санжарик қолыңды көтер. Бақа. Созамыз ернімізді. Пілдің тұмсығын көрсетейік. Жылан ысылдайды. Тағы да. Са. Со. Су. Сию. Жарайсыңдар, арқара кеттік. Ат шабады. Қарамағыт, Ерсұлтан. Тағы да. Біреуін ашып, алақанын біреуін жабамыз. Аш қаттырақ. Тоқтатамыз атты. Сағаттың тілі. Көтер қолыңды алдыңа. Шығар Ерсұлтан тіліңді. Санжар, маған қараймыз. Тіл жоғары. Төмен. Жоғары. Төмен. Жоғары. Төмен. Жіңішке. Жалпақ. Жіңішке. Жалпақ. Футбол. Ерсұлтан қолымен көмектес. Жарайсыңдар. Кірпі мен гүл. Шашке. Қолын алдыңда көтер. Түтікше. Шашке. Түтікше. Шашке. Түтікше. Әткеншек. Санжар, қолыңды ұстаста. Тіл жоғары. Тіл төмен. Жоғары. Төмен. Жоғары. Төмен. Ат шабады. Жарайсыңдар балалар.
Енді тіліміз аздап демалысын шығарыңдар. Санжар шығарады тілді демал. Керемет. Қолымызды тізеге қоямыз, аяғымызды қатар қоямыз. Әппеден отырып, маған мынандай сұраққа жауап беріңдерші. Біз не істедік? Біз тілімізді жасадық. Жарайсыңдар. Жаттығу өте жақсы жасадыңдар балалар. Ал енді ары қарай мынандай сұраққа жауап беріңдерші. Қазір қандай жыл мезгілі? Қазір қандай жыл мезгілі? Айта ғой. Қазір қыс мезгілі. Дұрыс айтасыңдар. Толық айтайықшы. Қазір қыс мезгілі. Балалар, қыста не болады? Не жауады қыста? Қыста қар жауады. Сосын Санжар тағы не болады? Не болады? Суық болады. Аяз болады, е? Аяз болады екен. Балалар, біз қазір сендермен тыныс алуымызды реттеп алайық. Айтыңдаршы, қысты күні қар жауып, сосын жел соқса не болады? Боран болады, е? Боран болады. Кәнекей келіп бір-бір қашықтан ала қойыңдаршы. Ала қойыңдар. Орындарыңызға отырып, қарды біз ұшырайық. Кәнекей әппеден болып, апай сияқты ұстаңдар, былай. Екі қолдарымен ұстаңдар. Ауыздың деңгейіне көтеріп, былай көтеріп, тынысымызды алып, үрлеп. Жарайсыңдар. Ұзақ үрлейміз. Жел қатты соғып жатыр. Қолмен ұстамай-ақ қой, Санжар, былай ұстады, үрлей бер, ол домалайды. Тағы да. Кәнекей, жел үзіліп соғады екен. Кәнекей, былай. Ал енді жел ұзақ соғады. Тынысымызды терең алып соғайық. Үрлейік. Жел сая бұрсыды. Ақырын үрлейміз. Санжар қолымен ұстай бермеш. Ерсұлтан, былай. Былай, Ерсұлтан, былай ұста. Былай ұстап тұр. Қолыңды былай ұста. Астынан, жарайсың. Ақырын үрлейміз. Қашық қалай қозғалып жатыр? Ақырын қозғалып жатыр, е? Ақырын қозғалып жатыр. Жарайсыңдар бала. Қараңдаршы өздерінің қолдарындағы затқа. Мынау не? Бұл қаршық. Қаршық. Санжар, қара бер қарай. Қаршық. Ол қашан жауады? Балалар, қолдарымыздағы суретке қарайықшы. Үшеуміздікі бірдей. Ненің суретін көріп тұрмыз? Үйдің суретін көріп тұрмыз, балалар. Үй. Бұл үйдің қабырғасы ақ пердемен жабық тұр екен. Қазір біз сол пердені үрлесек қатты, астында не жасырынғанын табамыз. Сондықтан үйді былай ұстаңдар алдарында. Тынысымызды терең алып, қатты үрлейік. Тағы да. Ал енді былай ұстап тұрып айтыңдаршы, не ашылды сендерде? Түсіріңдер төмен. Не ашылды? Айт, менде сиыр. Ал сенде немене, Ерсұлтан? Айт, менде мысық. Кәнекей көрейік мысығынды. Мінекей, мысық. Ал Санжарда сиыр екен, е? Санжарда сиыр екен. Жарайсыңдар. Ал апайда не болды? Сәбіз. Енді маған бере қойыңдар. Заттарыңды бере қой маған. Бере қой. Ал айтамыз. Санжарда не болды? Сөйлем құрастырайықшы. Айтамыз. Санжарда сиыр болды. Ерсұлтанда не болды? Ерсұлтанда мысық болды. Апайда не болды? Сәбіз. Айтайық, енді бәрін бірге айтайық. Сиыр, мысық, сәбіз. Қандай дыбыс көп кездесіп жатыр бала? Қандай дыбыс көп кездесіп жатыр? Бірге айтамыз. С дыбысы
баласы көп кездесіп жатыр, иә? Ал оның ішінде бала сиыр мен мысық үй жануарларына жатады. Иә? Үй жануарларына жатады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз балалар, кәнеке әппеден отырайық. Үй жануарлары. Қайтаңдар, үй жануарлары. Кәнеке, қандай үй жануарларын білеміз біз? Ат, сиыр, қой, ешкі және ит. Бұлардың барлығы балалар бір сөзбен не деп аталады? Үй жануарлары. Жарайсың, Санжарек қайталай қойшы, үй жануарлары. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, соның ішіндегі ит пен мысықты үй хайуанаты дейді. Қайталаңдар. Үй хайуанаты. Хайуанат. Ал қалғаны жылқы, сиыр, ешкі, қой, түйе, олар үй жануарларына жатады. Олардың бізге беретін пайдасы көп. Сиыр мысалға бізге сүт береді, ал қой ет пен жүнін береді. Оның жүнінен бізге жылы-жылы киімдер тоқып береді. Бұлардың барлығы адамдардың жанында тұрады екен. Сондықтан да үй жануарлары деп аталады. Түсінікті ма? Жақсы. Балалар, қараңдар, алдарында әдемі заттар жатыр екен. Қараңдаршы, бұл не? Бұл бұршақ. Бұршақ. Кәнеке, ұстап көріңдер, сипап көріңдер. Тегіс пе, әлде ішінде бір заттар бар ма екен? Кәне, ұстап көрейікші. Не бар ішінде? Не бар екен? Дәні бар екен, не? Айтыңдар, бұршақтың Санжар қайталады. Бұршақтың дәні бар екен. Кәнеке, ашып көрейікші, оның дәні қандай екен? Кәнеке, ашамыз. Аштық. Шашпай іштеме. Қараңдар балалар. Оның дәні түрлі түсті екен, не? Түрлі түсті екен. Кәнеке, Санжар, қараңдар. Бұл жай емес екен. Кәне, біреуін былай құлағымызға тыңдап көрейік. Ішінде түрлі дыбыс шығаратын заттар бар екен. Кәнеке, бірдей дыбыс шығаратын заттарды табайықшы. Мінеке, мен таптым. Мына екеуі бірдей. Кәне, сендер таптыңдар ма? Мына жерге қойыңдар. Бірдей. Айтыңдар, бірдей. Ал тағы да бірдей. Бірдей ма? Кәнеке, мына екеуі бірдей ма? Бірдей еме. Тоқта, мынаны сал. Мынау қалдай дыбыс шығарды? Мынау сондай ма? Жоқ, осылай дұрыс шығаратын тап. Ал екеуі бірдей қоя қой. Ал қайсысы бос? Босы бар ма әлде жоқ па? Бос бар ма жоқ па? Менде бос бар. Сендерде босы бар ма екен? Бар ма босы? Мынаның ішінде бар ма? Жоқ. Ендеше ол бос екен. Айтыңдар, бос екен. Бос екен. Ал енді балалар, бұршақтарымызды орнына жинап салайық. Салыңдар бұршақтарыңды орнына. Салыңдаршы бұршақтарыңды орнына жинап. Біз бұршақтың дәндерін не істедік? Тыңдадық, е? Қайталаңдаршы, тыңдадық. Тыңдадық. Бұршақтың дәндері сиқырлы дән болып шықты. Олар дыбыс шығарды, е? Жақсы. Кәнеке, жабыңдар бұршақтарыңды. Тыңдап көріңдер. Бұршақта дыбыс бар екен, е? Дыбыс бар екен. Жарайсыңдар. Кәнеке, бұл бұршақ не балалар? Көкөніс. Бұршақ көкөніс. Ол қайда өседі? Жерде. Санжар, айтшы, бұршақ көкөніс. Ол жерде өседі. Жерде өседі. Жарайсыңдар, кәнеке, әппеден болып дұрыс отырайық. Кәнеке, кім қалай отырады? Кәне, әдемі болып отыра аламыз ба? Отырайық. Біз енді ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Кәнеке, тыңдаңдар. Ненің дауысы шығып жатыр? Сиырдың дауысы шығып жатыр. Кәнеке, сиыр бізге қонаққа келе жатыр ма? Қалай өзі? Қараймыз. Сиыр келді. Амандасайық сиырмен. Сәлем. Сиыр.
сиыр жүре алмай келе жатыр екен. Оның мойнына мынандай қапшық ілеп қапты. Кәнеки, сиырдың мойнындағы қапшықты алып, сиырға жүруге көмектесеміз бе? Иә, көмектесеміз. Ал қапшығы ауыр екен балалар. Оны жеңілдетейік, кәнеки, алып берейік. Аха, ал қапшықты бос па? Бос емес па? Кәне көрейікші. Қапшықты босату үшін оның ішіндегі заттарды алып шығу керек. Кәнеки, алып шығыңдар, ішінде не бар екен? Ақырын шашып алмай алайық. Кәнеки, маған беріңдер. Сиыр мына жерде тұрсын. Маған бере ғой, жарайсын. Кәнеки, сиырдың қапшығында көп суреттер бар екен. Кәне, сол суреттермен біз жұмыс істеп берсек, сиыр бізге үлкен рахмет айтамын дейді. Қараңдаршы, бірінші суретте не бар? Сүт. Екінші суретте? Сәбіз. Сосын? Сабын. Сосын? Сағат. Кәне, бірге қайталаймыз. Сүт. Сәбіз. Сабын. Сағат. Балалар, бұл сөздер қандай дыбыстан басталыпты? С дыбысынан басталып екен. Кәне, әдемі отырайықшы, С дыбысынан. Кәне, бірге айтайық. С дыбысынан басталып екен. С бұл сөздердің қай жерінде тұр? Балалар, жаңағы біз атап шыққан сөздер де барлығы С дыбысынан басталған екен, е? Сөздің қай жерінде кездескен? Басында. Сөздің басында. Қайталайықшы. Сүт. Сәбіз. Сабын. Сағат. Балалар, сүтті не береді? Сүтті береді. Сүтті сиыр береді. Санжар, қайтала. Сүтті сиыр береді. Ал сәбіз не ол? Жеміс пе, әлде көкөніс пе? Сәбіз жеміс пе, көкөніс пе? Көкөніс дейді. Санжар, қайталашы. Сәбіз, көкөніс. Ал мынау не? Сабын. Сабынмен біз не істейміз? Қол жуамыз. Дұрыс айтасың. Кәнеки, сөйлемді толғайдық. Сабынмен қол жуамыз. Жуамыз. Ал мынау не? Мынау не? Сағат. Сағатпен балалар біз уақытты білеміз. Сағат деген бізде жаттығу бар, е? Арыстан. Мынау. Кесе. Мынау. Қасық. Есік. Мысық. Маса. Ал балалар, бұл жерде С дыбысы қай жерде тұр? Сөздің ортасында. Санжар, қайтала. Сөздің ортасында. Жақсы. Ал енді Ерсұлтан, ыдыстарды тапшы осының ішінде. Ыдыстар. Қандай ыдыс бар? Өзіңе алшы. Ыдыстарды ала қой. Ал, қолыңды созып ал. Ала қой, мына жерге қой. Тағы да бар ма ыдыс? Ала қой. Жарайсың. Ал, Санжар, сен жануарларды ала қой. Ал өзіңе. Тағы бар ма жануар? Ала қой. Дұрыс, ала қой. Ал, алдық. Ал енді Ерсұлтанды тыңдайық. Ерсұлтан, бұл не? Қасық. Мынау? Кесе. Екеуін бір сөзбен қалай айтамыз? Ыдыс деп айтамыз. Бұлар ыдыстар. Айтып, ыдыстар. Қасықпен біз не істейміз? Қасықпен жейміз. Ботқаны алып жейміз. Сорпа ішеміз, дұрыс айтасың. Ал кесемен не істейміз? Не ішеміз кесемен? Не ішесіңдер үйде кесемен?
Санжар мынау не? Мысық. Мысық. Мынау не? Арыстан. Арыстан. Арыстан қайда өмір сүреді? Орманда. Айтамыз, арыстан орманда өмір сүреді. Орманда емес. Қасқыр орманда. Қасқыр да орманда, арыстан да орманда. Мысық. Үйде өмір сүреді. Жарайсыңдар. Ал менде қандай суреттер қалып қойды? Есік пен маса. Есік және маса. Есікті біз не істейміз? Ашамыз. Дұрыс айтасың. Есікті ашамыз. Ашқаннан соң жабамыз. Ал мынау не? Маса. Маса қалай ұшады екен? Кәнеке, Санжар бірге айтайықшы. Маса не істейді? Шағады. Маса шағады. Жақсы балалар. Суреттерді жинай қойыңдар. Біз сонымен сиырдың тапсырмасын орындап, оны қапшықтан босаттық. Қараңдар. Сиыр енді бос. Қараңдар, сиыр бос. Айтыңдар, сиыр босады. Босады балалар. Біз сиырды мойында қапшықты алып, қапшықтың үстіндегі суреттермен жұмыс жасады. Өте жақсы жұмыс істедіңдер. Сиыр сендерге рахмет балалар. Мен енді өзімнің бұзауыма кеттім дейді. Сау болыңдар дейді. Балалар, біз сендермен ары қарай с дыбысымен жұмысымызды жалғастырамыз. Қараңдар, біздің алдымызда ритмикалық шеңбер. Бұл шеңбермен біз қазір с дыбысына арналған буындарды асықтың көмегімен қойып үйренеміз. Мынау не балалар? Асық. Енді осы асықтардың қазір Санжар сары және жасыл түсін алады, Ерсұлтан қызыл және көк түсін алып, ритмикалық шеңбердің бөлшектеріне кезектестіріп қоясыңдар. Мысалға мен қазір көрсетемін. Са, со, са. Ал сен жатқызып қоясың. Са, со, су. Осылай шеңберді толтырып шығасыңдар, жақсы ма? Сен бұлай жатқызып қоясың, ал сен қырынан қоясың. Жақсы ма? Ал кәнеке бастады. Жасап шығыңдаршы. Ала қойыңдар. Айсай. Әрі қарай қоя берсен, ал біз айтып шығайық. Айта ғой. Ал енді Ерсұлтанды тексерейік. Ерсұлтан асықтарды қырынан қойып шықты. Дұрыс қойды ма? Дұрыс қойыпсың. Кәнеке айта ғой. Қаттайды. Са. Со. Балалар, сонымен біз бүгін қандай дыбыспен жұмыс істеп жатырмыз? Дыбысымен. Жандығымызды дамытамыз. Сонымен балалар, біз бүгінгі ұйымдастырылған шағын топтық іс-әрекетімізді аяқтауға таяп қалдық. Бүгін сендерге дайындалған барлық тапсырмаларды Санжар да жақсы орындап шықты, Ерсұлтан да жақсы орындап шықты. Екеуің де бүгін керемет жақсы жұмыс істедіңдер. Сондықтан біз қазір екеуіңді де тіл тарту жаттығуымен мадақтайық. Кәнеке, Санжардан бастайықшы. Ақылды Санжар. Айтыңдар. Ақылды Санжар. Ерсұлтанды айтамыз. Қандай? Мықты Ерсұлтан. Жарайсыңдар балалар. Көп-көп рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңдар.